Павлодар қаласында бүгін күшті дауыл тұрып, көп қабатты үйдің шатырын ұшырып әкеткен. Бұл аздай шатырдың сынықтары бірнеше көлікті оңдырмай зақымдады. Әйтеуір адам шығыны жоқ. Қазір құтқарушылар жел ұшырып әкеткен шатырдың қалдықтарын жаппай жинастырып жатыр. Осындай ақтүтек боран бүгін Астана тұрғындарында әбден әбігерге салды. Әдетте қарашасы қарлы боранға ұласып жататын елорданың биылғы құбылысы тіптен ерекше болды. Күні кешеге дейін боран түгел қар жаумаған Астананың күн райы бүгін күрт құбылып шыға келді. Ақтүтек боранның салдарынан тек түске дейін 20-дан астам жол апаты тіркелсе, екінші ауысымдағы мектеп оқушылары үшін біріншіден 7-ші сыныпқа дейін сабақ тоқтатылды. Таңғы уақытта боранның күшті болғандығы соншалық кей мектептердің терезелерін де қиратып кетіпті. Абырой болғанда зардап шеккен ешкім жоқ. Қатты жел деген кереметтей соққан соншалықты мына жерден ана жақтағы ең шеткі терезе сынып кетті. Сол кезден енді негізінде кішкентай балалар, 6-шы сыныптың балалары кереметтей қорқып, жан-жаққа қашып, ана жақтан терезе шытынап неткен кезеңдерде сөйтіп қорықты. Бірақ бәрі аман, бір бала қатты қорыққан соншалықты мен өз басым ойлаймын, стресс алды ғой деп. Синоптиктердің болжамынша күн райының күрт суытуына оңтүстік Каспий циклонының келуі себеп болған. Циклон алдымен Астана мен Ақмола облыстарына жылы леп әкеліп, қарды ертіп жіберсе, соңы көктайғақ пен боранға ұласқан. Оның келуімен байланысты бізде жаңағы жаңбырдың қарға өтуі, одан кейін бұл бізде шығыс бағытқа қарай қозғалып жатыр. Бұл шығыс бағытқа қозғалып өткеннен кейін оның орнына бізде антициклон келеді. Түске қарай Астананың барлық автокөлік жолдары жабылды. Көктайғақ пен күшті боранның салдарынан емханаларға медициналық көмек сұрап келушілердің де саны әдеттегіден 3 есе артыпты. Ветром сильно думала, и я подскользнулась, упала. Не подскользнулась, я покатилась по льду и упала. Все, и перелом оказался. Ат құлағы көрінбейтін бораннан жаңажылдық безендірулерде қирап жатыр. Елордадағы Жастар сарайының алдындағы жасыл шырша боранға шыдас бермей құлап қалыпты. Синоптиктер бүгін түнгі уақытта боран басылып, бұрқасын бәсеңдейді деп болжап отыр. Есесіне ертең Астанада ауа температурасы біршама төмендейді деп күтілуде. Талғат Уәли, Жалғас Айылбек, 7-ші арна.